Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен күбіті пирогын пісіру рецептімен бөлісем. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырауыңызды сұраймын. Пиязды жарты сақиналап тураймыз. Картопты дөңгелектеп тураймыз. Тауық етін төртбұрыштап тураймыз. Тауық етінің үстіне тұз себеміз. 2 шай қасық бұрыш қосамыз. Және 1 шай қасық паприка салып, араластырамыз. Пештің табасын майлаймыз. Үстіне қатпарлы қамырды жаямыз. Тауық етін саламыз. Үстіне пиязды саламыз. Картопты саламыз. Картоптың үстіне тұз себеміз. 100 грамм майды турап қойып шығамыз. Қамырды бір-бірімен біріктіреміз. Шанышқының көмегімен тескітер қалдырамыз, бу шығу үшін. Үстіне 1 жұмыртқаның сарысын жағамыз.
пирогты 180 градус қызып тұрған пеште 1 сағат 10 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.